Рамазан айындағы сауапты өздеріңіз білесіздер. Бұл жалпы ислам дінінің өзінің бір қасиеті, ешқашанда біз өзіміздің жетімдерімізді, біздің өзіміздің мұқтаждарымызды біз ешқашанда қараусыз қалдырмайтын дініміздің бір жақсы бір көрінісі. Енді бұл рия үшін емес, біз мақтан үшін жасап жатқан жоқпыз. Дініміздің мәртебесін, дініміздің абыройын біз сүрместен осы дініміздің негізгі қағидаларын ұстанып отырғандағы жасап жатқан амалдарымыз деп түсінейік, иншалла. Assalamualaikum. Allah da baha. Maşallah. Barakaldı. Oturağayla. Ya orası kabul olsun. Amin, amin. Cengiz günü kutlu olsun. Amin. Timurga bas. Sizlerinize, otboşlarınıza amanlık, sağlık versin deb dilek aytamiz. İnşallah, inşallah. Endi Allah'a sığınıp jatırmız minekey. Qayda şıkpayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbi olsa imamımızdan olsa mağamızdan da Teala kelip kalması bilgenine köp rahmet. Allah Teala özleriniz, otboşlarınız amanlık, sağlık versin. Oraza kabul olsun. Amin. Allah Teala'nın cengiz günü kutlu bolup barşamızga kut bereke baxt akesin. Allah Teala osu jastlarımız aman bolup, tilden gözden, kavuk bütürden, pälirlerden aman saklasın. Allah Teala osu ündetten, virüsten aman esen kutulup halkımız burungu jakşı jagdayga gelүүgü nasip aylasın. Amin. Ya Allah dilegimiz kabul olsun. Ne verse hayırlı versin, yekününe verin versin. Elhamdülillah belirle. Allahu Akbar. Allah cennetine rahmet, rahmet. Wa aleykum selam. Biz cengiz kunmen qutlab keldik. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ақсақалдарымызды аралап жүрміз. Meşitimizi Allah'ın жақсылық береке Allah, халқымызға Allah, міндет беріп Allah, meşitlerimizi ақсыз Allah, намаз оқу, нәсіп етіп, қайырын көтеріп жардымсы Allah, ахли Muhammed салам алейкум. Allahümme anzalna munzala mübareke envat ente hayrul muzilin. Allah Teala қасиетті Рамазан айындағы Allah Teala ықыласымыз сауаптардан болсын, барлық істеген барлық жақсылықтарымызды Allah Teala қабыл етсін. Аллаху акбар. Осындай сынақтарда бір жақсылық бар, сол жақсылығы болады. İnşallah, inşallah. Елімізді алып тұруға, оның ішінде мүмин-мүминаттарды Allah Teala Allah'ın бар екенін ұмытқандарды Allah'ın есіне алуына Allah Teala бұлай дейді ғой. Мен мүминдерді жақсы көремін дейді. Қинаушылар менен опасыздарды жек көрем. Қазір енді сол қинаушылардың опасыздар көбейіп кеткен заман ғой. Оның ешқандай өтірігі жоқ. Залымдардың көбейгені. Оның бәрі. Бірақ оны өзі Алланың алдында өздері жауап береді, онда біздің шаруамыз қайша. Аллаға барлығын Аллаға тапсырды. Ал енді сіздердің келген қадамдарыңыз сауаптан болсын. Мынау енді Allah'ın bergen күш қуатының арқасында міне бүгін 16-шы күн ауыз бекітеміз. Allah'ın бергені, осының бәрін Allah беріп жатыр. Allah Teala'ның бергенін санасаң дейді. Мысалы, адам баласы күллі теріңіз сия болып,
Күллі орман қалан бол, соны жасса дейді. Анау теңіздің суы жаңағы сиястау сұқ болады дейді. Ол Құранда Алла Тағаланың жазған. Біз енді Алланың бергеніне әрине санаймыз деп айтпаймыз, бірақ бізге берген осындай дәрежеге Аллаға сансыз мадақ айтамыз. Алла Тағала айтады ғой, барлық мақтау, күллі мадақ мақтау Аллаға, және Алла ұрпақтан ада, және ол жәбірленушілер мен қиналушыларды құтқарушы. Бұл тек қана Аллаға тән. Аллаға мадақ болсын. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах. Хамды келген қадамдарын сауаптан болсын, ойлаған істеріңізді іске асырып жатсыздар. Бұл еселеп сіздерге сауап болып жазылсын. Бұл ай осы күнәлардан арылып, сауапқа көбейтуге берген бізге Алланың мүмкіншілігі. Осы мүмкіншілікті пайдаланып сіздер дағы осындай дәрежеге жете беріңіз. Бала шағаларыңыздың бәрі жүрген парық болсын. Біз де ертең бұл дүниеден жетіп бақыт дүниеге барамыз. Алла біздің барар жеріміз. Алла Тағала Құранда айтады, бұл уақытша пәнидің өзі сөздің мағынасы ол уақытша деген ғой. Енді ақырет байлығын берсін сіздерге де, біздерге де. Бұл дүниеден өтіп кеткен сіздердің Алла Тағала туған туысқандарыңыз, әке шешелеріңіз, бауырларыңыздың жаны жәннатта, тәні рахатта болсын. Артынан біз де міне келе жатырмыз, біздің де артымызда ізгі ұрпақ болсын. Алла қабыл етсін, періштелер әмін десін. Алхамдулиллахи роббил алемин.